Армиядан кейін бірден Алматыға аттандым. Ондағы ойым оқуға түсу. Пойыздан түсе сала политехникалық институтқа барып, құжаттарымды тапсырдым. Емтихан әлі емес деген соң, пойызда танысқан 3 қызға байланыс техникумына соқтым. Институтқа қабылданып, жатақханадан бөлме алдым. Қыздар да техникумға түсті. Жатақханамыздың арасы жақын болған соң ба, әйтеуір сол 3 қыздың біреуі бұрымы тірсегіне түскен шикі сары қыз Тойгүлмен жиі кездесе бастадық. Тойгүл балалық шағының өте қиын болғанын, шешесінің 4-ші кластан кейін енді жұмыс істейсің деп оқуға жібермей қойғанын, өгей әкесінің де бұның оқығанын жақтырмағанын, сосын өзінің 16 жасынан үйінен қашып Оралға барғанын жырғып айтып берді. Қалалық комсомол комитетіндегілер оны бірден пансионға орналастырыпты. 16 жасында 5-ші класқа барып, 21 жасында 10-ші класты бітірген содан екен. Топтың старыстысы бір жыл жұмыс істеп, 3 жыл әскер қатарында болып, басқалардан ересек болғаннан кейін бе матрос аға деп көздері күлімдеген талай қыздар болды. Сорлы қыздарды қорлағандай болмайын деп, олардың біріне де көз салғам жоқ. 2 жыл өте шығып, Тойгүл техникум бітірді. Ауылыма барып тойға жетерлік ақша келдім. 63 жылдың 23 қазанында тойымызды өткіздік. Тойгүл поштаға жұмысқа орналасты. Келесі жылы декреттік демалысқа шығуына байланысты ауылға кеттік. Тұңғышымыз Ержан дүниеге келді. Қазан айында мен Алматыға оралып, оқуымды жалғастырдым. Тойгүл баламен ауылда қалды. Балаға 4 ай болғанда шешеме тастап, ауылдағы радио торабына жұмысқа шығып, онда 3 ай жұмыс істеді. Сосын пәтер тауып Алматыға алдырдым. Тойгүл поштада балаға шешем қарады. 20 қазан күні жұмыстан оралар жолымда курстасым Балабекті кездестірдім. Менің қайда тұратынымды білмейтін, қалай біз тұратын үйден 20 метр жерде мені күтіп тұрғанын түсінбедім. Бірге келіп біздің үйде қонды. Таңертең мен жұмысқа кеттім. Сол күні Тойгүлдің жұмысқа түстен кейін баратын күні еді. Балабек екеуі үйде қалды. Шешем Ержанды алып ауылға кеткен болатын. Келесі жылы осы пәтерде тұрғанда шілде айының соңғы күндері өмірге Нұржан келді. Енемнің Алматыға алғашқы келуі. Шалының қайтыс болғанына 4 жыл болған. Өмірінде бір күн жұмыс істемеген адам екен. Соны мақтан қып айтып отырушы еді марқұм. Содан кейін де ол кісі 3 рет тұрмыс құрып, отаса алмай, зейнетақы дегеннің не екенін білмей дүниеден өтті. Қостанайға жоспарланып қойған іс-сапарды Тойгүл жеңілденгеннен кейін барайын деп созып жүргенмін. Ол босанып, үйге оралғаннан кейін 10 күндік іс-сапарға кеттім. Келсем біздің қақпаның алдында жедел жәрдем тұр. Нұржанға бірдеңе боп қалды ма деген қорқынышпен үйге ендім. Дәрігер Тойгүлдің өзін қарап жатыр екен. Дереу алып салып екінші ауруханаға алып келді. Анализ алғаннан кейін қорқынышты ештеңе жоқ, ертең гинеколог шақырыңдар деп үйге қайтарды. Ертеңінде гинекологты күні бойы күтіп, келмегеннен кейін кешкісін қайта жедел жәрдем шақырдық. Тойгүлдің ішінде ісік бар секілді. Баланы емізуге әлі жоқ. Келген дәрігерлер қарады да госпитальға әкелді. Ондағылар анализ алды да, босанған перзентханаға барыңдар деп қабылдамай қайтарып жіберді. Одан перзентханаға апардық. Одан да әрі тексерді, бері тексерді. Таңғы сағат 6-да науқасы тездетіп госпитальға жеткізу керек деген шешімге келді. Госпитальға әкелісімен дереу операция үстеліне жатқызды. Ал мен тездетіп үйге жеттім. Нұржанның емшек еңбегеніне 10 сағат болған. Алдана тұрсын деп оған 150 грамм қайнаған су беріп, балалар емханасына кеттім. Дәрігерме жағдайды айтып едім, баланы апарып емізіңіз деді. Сіз телефон шалыңыз, шешесінде бала емізетін әлі жоқ дедім. Сөйлесіп еді операция жасалғанын, халінің өте ауыр екендігін айтыпты. Қасындағылардан бөлмеден 200 грамм емшек сүтін әкеліп берді де, 3 әйелдің мекен жайын берді. Енді солардан айына 200 грамм сүт алып тұратын болдым. Кешкісін Нұржанды суға түсіріп, өз білгенімше жайлықтарын орап, енеме нұсқаулықтар беріп, госпитальға кеттім. Тойгүл әлі есін жимапты. Дәрігер жас келіншек, бәрін айтып түсіндіріп берді. Босанғаннан кейін инфекция түскен. Іші іріңге толы, 2 бүйірін тесіп трубка қойыпты. Тойгүл бір апта ес-түссіз жатты. Кеудесінде жаны бар тірі өлік. Енем сүтті жинап келгенімде есін жиды ма деп сұрайды. Жоқ деймін. Емізіктерді күніге қайнатамын.
Бір рет енемнің етегіне түсіп қалған емізікті баланың аузына салып жатқанын көрдім де, күніне 20 емізік қайнатамын. Сізге бір тәулікке жетеді, дастарханның үстінде қойғанда қайта аузына салмаңыз. Енді бала ауырса мен қайтемін деп едім. Енем немене, сонша біз бала өсірмедік пе? Шешесі өлсе бұл да өлсін дегені. Келесі күндерде енемнің сауалына есін жиған жоқтан өзге ештеңе айта алмадым. Енем мені Тойгүлге апарды, маған билет алып бер, еліме қайтамын. Енді ол мал болмайды дегені. Ойпырмай, мына кісі қызы өлсе қабірінің басына баратын түрі жоқ қой деп қыстығып жылап алдым. Ертеңінде госпитальдің қасынан Тойгүлмен мектепте бірге оқыған Ақботаны жолықтырдым. Күйеуі хирург, осы госпитальда істейді екен. Мен де кешке айтайын деп жанашырлық танытты. Үйінде Ақбота да айтқан екен. Күнде көріп жүрген Төкен деген қара торы сақа жігіт Ақботаның күйеуі боп шықты. 2-3 күннен кейін әлі есін жимаған Тойгүлді қарайтын дәрігер сол болды. Тойгүлдің ерні тілім болып кеткен. Дәрігердің берген майын жағамын. Баланың сүтін жинап апарып суға түсіріп беремін де, басқа уақытта қасындамын. Жұмыс жайында қалды. Басын биттен арылттым. 3 апта өткенде Тойгүлдің қарашығы көрінді. Сөйлемесе де тіршіліктің бір самалы ескендей болды. 1,5 ай болғанда, осынша уақыт қозғалмай жатқандықтан өзі ұзын шаш, басы биттеп кетіпті. Тексерген дәрігерлер шашын алып тастау керек деп еді, жылады. Жылатпайын деп аурухананың арбасына жатқызып, ваннасына апарып, 3 рет дәрілеп жуып, басын тазарттым. Бір таңғалатыным, госпитальдан шығып, үйге келгенше ана бала тірі ме, не істеп жатырсың деп сұраған емес. 2 айдан кейін Тойгүл ауруханадан шықты. Қуанышымызда шек жоқ. Балаларды шомылдыру, кір, еден жуу, дүкенге бару жұмыстары толығымен менің еншіме көшті. Госпитальдің біраз дәрігерін, медбикелерін жақсы таныс болып қалғанмын. Оның үстіне жұмыс орнының арасы 100 метр ғана жер. Олар маған Төкеннің жұмыстан қуылғанын айтты. Емделген қыз келіншектерінің құжаттарын бермей, адресін қалдырып, ертең үйден келіп аласыңдар дейді екен. Ауруханада кезекші болған дәрігер келесі сөткіде үйінде болатын көрінеді. Ол күн оның қызыққа бататын күні екен. Бір күні орыстың жап-жас қызының құжаттарын қалтасына салып ап үйінде күткен ғой. Әке шешесіне жағдайды толық айтып, бір милиция қызметкерін ертіп, берген адреспен келген. Сол жерде акт жасалып, қыздың құжаттарын алған. Әке шешесі аудандық партия комитетіне шағымданып, Төкен партиядан жұмыстан қуылыпты. Бұны естіген Ақбота оны тастап кетіпті. Тұла бойында намысы бар батыл келіншектің бұл қадамына риза болдық. Кейін сол Ақботадан халқы сүйер қайраткер шығарын Төкен сезбеген де болар. Келесі жылы күзде Алматыға Балабек келді. Менімен мектепте бірге оқыған. Мединститутты бітірген, Нұргүлге үйленіпті. Қара торы жер сілкінсе қозғалмайтын ұстамды байыпты қыз болатын. Қалаға келгендеріне 2 ай болыпты. Нұргүлдің әпкесі Гүлназ ақша төлеп, бір танысының пәтеріне тіркеуге тұрғызыпты. Содан кейін ғана екеуі жұмыс тауыпты. Татаркада пәтерде тұрамыз. Қонаққа шақырдық. Балабек, Нұргүл және Гүлназ қызын ерте келді. Балам Балабектікі боп шықты. Келесі жұма күні кешкісін жұмыстың аяғына қарай Балабек маған келіп үйіне шақырды. Тастақта пәтерде тұрамыз. Аманшылық болса, Тойгүлмен кейін келерсіңдер деп жағдайын айтты. Нұргүлдің тамағы дайын екен. Қалжыңдаса 2 сағаттай отырдық. Нұргүл өте әділ қыз еді. Сол күні маған басқа бір қырынан көрінгендей. Сөз арасында Балабектің адамгершілігінің жоқтығын, алаяқтығын айта отырды. Мыналар қосылғандарына 2 жыл болмай жатып, бұлай сөйлеседі, кейін не болады деген оймен үйге қайттым. Тойгүлге келіп қайда болғанымды айттым. Ешқандай наразылық білдірмеді. 10 күннен кейін Балабекке телефон шалдым. Сөз арасында Нұргүл істейтін емхананың телефонын сұрап едім, онда телефон жоқ деп трубканы қоя салды. Содан бастап көңіліме күдік кіре бастады. Тойгүл неге үнсіз қалды? Дұрыс әйел тайлы таяғымен келіп қонақ болып еді. Мен ырысын ішіп кетер ме едім деп, бұлқан-талқан болғаны деп болмас па еді. Келесі жылы күзде Тойгүл почтадан жолдама алдым деп просвещениец деген демалыс үйіне кетті. 15 күн ақшасыз демалыс сұрап арыз жазыпты. 12 күн болам деп 3 қазанда кеткен. 14-інде оралды. Жақсы демалғанын, емделгенін айтып, дәрігерлер 10 күнге дейін күйеуіңе жақындама дегенде де айтып үлгерді. Келесі жылы өмірге бір жан келді.
Ол 1 жасқа толғанда аға жеңгем келіп алып кетті. 2 жасқа толғанша солардың қолында өсті. Көктемде Алматыға білім көтеру курсына Тойгүлдің жездесі Ғабекеңнің немере інісі Шатлан деген келіпті. Ғабекеңдерді қатты сыйлағандықтан ұят болар деп үйге шақырдық. 3 аптадан кейін Шатлан бүгін қайтады екен, жолын жууға бізді шақырып тұр деп Тойгүл жұмысқа телефон соқты. Жұмыстан шыға алмаймын деп едім, онда Күләшті ертіп барайын деді. Кешке жұмыстан келсем, күздік көк пальтоммен төсектің үстінде жатыр. Шешемнен қашан келді деп сұрап едім. Осы сенің алдыңда ғана келіп, машинадан түсіріп 2 жігіт кіргізіп кетті деді. Менің артымнан іле-шала Күләш та жұмыстан келді. Тойгүлді көріп, мынау қайдан келіп жатыр дейді маған. Күләшті ертіп Шатланға барам деп айтқан. Ол теріс айналып кетті. Біраздан кейін есін жиып тұратын шығар десем, тұратын түрі жоқ, өле мас, езуінен сілекей ағып жатыр. Шешіндіріп жатқызып, құсық аралас сілекейін бетіне жағып, іш киімін шешіп, мойнына орап қойдым. Ертеңінде жұмысқа сағат 2-ден кейін баратын күні. Таңертең тұрсам үйде жоқ. Менің көзіме көрінбей тайып тұрыпты. Бір күні Тойгүл Біржанды ертіп, балдырған дүкеніне барайық деп болмай қойды. 66-шы автобуспен келсек, аялдамада тұрған Төкенді көрдік. Амандасып жөн сұрасып тұрмын. Ол маған емес, иығымның астынан артқа қарап тұр. Артыма бұрылып ем, сойған түлкідей ыржалақтап ымдап тұрған Тойгүлді көрдім. Ол теріс айналып кетті. Сол оқиғадан кейін іштен тына жүріп, просвещенец демалыс үйіне хабарласып, онда келушілерді емдейтінін білдім. Осыдан 3 жыл бұрын 3 қазанда қабылдағандардың ішінде Төкен болып, Тойгүл болмай шықты. 10 күнге дейін күйеуіңе жақындамаса деген сайқалдың сандырағы екен. 1975 жылы Балабектің түрмеден шыққанын енемнен естідім. Ол кісі әлгі жынды Балабек келіп кетті. Нұржанды менің балам дейді деп күлімсіреді. Сөзінің төркініне қарағанда енемнің оны бірінші рет көруі емес сияқты. Тойгүлдің бір күні түске дейін, бір күні түстен кейін істейтін кезі. Ол мен жұмыста болғанда келіп кетіп жүреді екен. Ал Тойгүл ол келді деп еш уақытта айтқан емес. Тойгүлдің бір әдеті таңертең ерте тұрып кететін. Күздің бір күнінде тұрсам, ас бөлменің есігі жабық. Күбірлеген дауыс естілді. Тыңдадым. Енем ашуға булығып, қара бет, 3 бала бар емес пе деп, қоймайсың ба деп ұрсып жатыр екен. Оған құлақ асқан Тойгүлдің Тойгүл жоқ. Сағат 7 боп қалған уақыт. Ернін бояп шықты да кетті. Енеме риза болғаным осы күн.